Басқаларды Исамен татуластырыңыз. Әртүрлі адамдар арасында ең болмағанда бір сыпыраны құтқару үшін оларға бейімделудемін. Қорынтықтарға арналған 1 хат, 9 тарау, 22 аят. Қатерлі ісікке немесе склероз ауруына қарсы емі бар бір адам онысын біреуге бермей қойса, сіз сол адам жайлы не ойлар едіңіз? Дәл солай бізде, егер өз қоғамымызда, мәдени, діни немесе ұлттық ортамызда замандастарымызды Иса Мәсіхпен татуластырмасақ, онда айыбымыз үлкен болмақ. Бізге адамдардың барлығын ұнату қажет емес. Сізде әркімге ұнай бермейсіз ғой. Алайда оларға ем беруіңіз керек. Егер солай істемесеңіз, онда олар мәңгілік өлімге ұшырамақ. Сіз, олай болса, мен не істейін дейтін шығарсыз. Біріншісі, ізгі хабар айтуға деген ынта мен ниет үнемі мінәжат етіңіз. Иса, сендер келрух өздеріңе қонғанда, жердің шетіне дейін маған куә боласыңдар деген болатын. Демек, келрух сіздің бойыңызда болса, сіз басқаларға оның көзімен қарап, кез келген мүмкіншілікті пайдаланып, оның сүйіспеншілігі жайлы айтатын боласыз. Екінші, қорқынышыңызды шеңіңіз. Жас ұрпақ, мұсылман, атеист, білімпаздар және дүниеқорлар сияқты сөздерге бола жасқанбаңыз. Бәріне бірдей ем керек. Кішіпейіл болыңыз. Егер олар сізден бас тартса, тек беделіңіз ғана түседі. Ал олар Исадан бас тартса, мәңгілікке құрайтын болады. Үшінші, икемді болыңыз. Кез келген жағдайға бейімделуге дайын, икемді сенушілер жарылқанатын болады. Паул елші, әртүрлі адамдар арасында ең болмағанда бір сыпырасын құтқару үшін оларға бейімделудемін деген болатын. Сондықтан ізгі хабар тарату амалыңызды саралап, өзгертіп тұруыңызға дайын болыңыз. Егер айтқан сөздеріңіз өспей жатса, алдымен хабаршы, яғни өзіңізді. Содан соң жеткізу жүйкесін тексеріңіз. Төртінші, айналаңыздағы мәсіхшілік қоршаудан сыртқа шығыңыз. Басқаларға із хабар айту үшін сіз кейде өзіңізге ұнамайтын ортаға түсуіңіз қажет. Иса бізге, сендер жер бетінде тұз сияқтысыңдар деген. Сондықтан Құдайдың батылдығына кенеліп, маңайыңдағыларға ізгі хабар айта бастаңыз. Қане, сыртқа шығып, бүгін біреуге Иса туралы айтыңыз.